Иран бүкіл әлемді интернетсіз қалдыру мүмкін. Ол қалай? Қазір түсіндіріп беремін. Мына әлемдегі бүкіл интернет бар ғой, негізінде спутник арқылы емес, мұхиттардың астымен оптикалық талшық деген кабель арқылы тасымалданады. Мысалға, мына материктер Европа бар, Азия бар, Африка бар, Америка бар. Барлық материктердің ортасындағы интернетті тасымалдап байланыстырып тұратын ол бізде оптикалық талшық кабелі. Осы оптикалық кабельдің көп бөлігі Иранның жанындағы Ормуз бұғазының астынан көп бөлігі өтеді. Егер де Иран осы кабельдерді зақымдайтын болса, көптеген мемлекеттер интернетсіз қалу қаупі өте жоғары. Ал осы бүкіл әлемдегі интернетті тасымалдап тұрған оптикалық кабель, ол бізде УБТ информатикада кездеседі. Бізде УБТ информатикада 3 кабельдің түрі сұралады, осының бірі осы оптикалық кабель. Оптикалық кабель неге интернетті тасымалдауға арналған? Себебі ол жерде жай ғана тоқ емес, ол кабельдің ішінен сәулелер жүреді, яғни жарықтар. Ол бізде жарықтың жылдамдығына негізделіп жасалған кабель. Дәл осылай УБТ-да жарықтың жылдамдығына негізделген немесе ең жылдам кабель деп сұрайтын болса, сен ойланбастан оптикалық кабель деп белгілейсің. Менің аккаунтымда IT және де УБТ информатика туралы өте көп қызықты ақпараттар бар. Тіркеліп кет.